түсініп алайық. Ол үшін мына жаққа келіп тақтаға мына суреттердің біреуін таңдап аласыздар. Келіңіздер. Бірінші топтегі жазу барлығында сызық бар. Яғни адамның қозғалысына, екінші топта үстінде қозғалысына, үшінші топта қозғалысына суретін алып отырған бойынша. Шындық жалған тапсырмалары берілген, сұрақтар берілген. Соны бірлесіп орындаймыз. Бірінші сұрақ. Қозғалу деген сөзді өсімдіктерге қолдануға бола ма? Қол көтеріп жауап берейік. Кәнекей. Бірінші сұраққа бізде жауап береді. Маршрут қолдануға бола ма? Шындық па жалған ба? Шындық. Қане көрейік, дұрыс па екен? Дұрыс, жарайсың. Отыра ғой. Екінші сұрағымыз. Өсімдіктер мен жануарлардың қозғалуы бірдей. Кім жауап береді? Шындық па жалған ба? Екінші жауап берейік. Жалған. Көрейік. Дұрыс, жарайсың. Келесі, өсімдікке тән қозғалу типі өседі, көбейеді. Әсия. Шындық, жарайсың. Отыра ғой. Келесі, өсімдіктердің қозғалуына сыртқы факторлар әсер етпейді. Жалған. Көрейік. Дұрыс, жарайсың. Отыра ғой. Келесі, өсімдіктердің өсуіне күннің әсері өте жоғары. Екінші топ айқын. Шындық. Жарайсың. Отыра ғой. Жарайсыңдар балалар, бізде 5 сұрақтың 5-еуі де дұрыс екен. Енді жаңа сабағымыз. Кәнекей, дәптерімізді ашамыз, кітабымызды ашамыз. Бүгінгі күнделігін жазамыз. Бүгін бізде жиырмасыншы тақырыпты жазамыз. Тақырыбымыз өсімдіктердің қозғалысы, қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы, және өсімдіктердің қозғалу тәсілдері, жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі. Жазықпайсың? Егай, жауап ба? Тақырыпты жазалымыздар. Өсімдіктердің қозғалысы, қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы, өсімдіктердің қозғалу тәсілдері, жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі. Кәнекей болып алайық. Тақырыбымызды сақтап келем. Енді болсаңыздар, маған жасалсаңыздар. Енді бүгінгі сабағымызда оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары ол өсімдіктердің қозғалысы себептерін түсіндіріп, қозғалыстың маңызын сипаттау, жарықтың өсімдіктердің дамуына әсерін түсіндіру, және өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін сипаттау. Енді осы сабағымыздың мақсаты өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсініп, қозғалыстың маңызын сипаттаймыз, жарықтың өсімдіктердің дамуына әсерін түсінеміз, және өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін сипаттаймыз. Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз сабақ соңында осы мақсаттарға жету керекпіз.
Расма енді бізде құндылық осы ай бізде заң және тәртіп айы, иә, білесіздер. Бүгінгі сабақтың барысында топтық жұмыста біз топтық тәртіпке бағына отырып, ынтымақтасып, бірлесіп, топтық жұмыста осы құндылығымыз көрініс табады екен. Енді апта дәйек сөзі. Кім біледі? Бізде апта дәйек сөзі қандай? Кім біледі? Қол көтеріп жүрейік, Нұрай? Енді кішкене сіздерге сабақ түсіндіріп өтейін, иә. Өсімдіктер қозғалмайды дейді. Қозғалмайды деген, қозғалмайды деп ойлайсыздар ма дейді. Өсімдіктер қозғалмайды ма, балалар? Қозғалады, иә. Бізде өсімдіктер жануарлар сияқты белсенді қозғалмаса да, қозғалмайды, өйткені олардың бұлшықет элементтері жоқ. Бірақ өсімдіктерде қозғалу қалай жүреді? Өсімдіктер сыртқы кендіргіштердің әсерінен, яғни жарықтың, температураның ылғалдың әсерінен олар жапырақтарын өсіреді, иіледі, гүлдерінің жапырақтарының ашылып жабылуы арқылы қозғалыс реакцияларын көрсетеді. Өсімдіктерде қозғалыс ол өте баяу жүреді, бірақ көзге көрінбейді. Бірақ қозғалыс өсімдіктер үшін өсімдіктердің маңызды белгісі болып табылады. Өсімдіктер неліктен қозғалады? Өсімдіктер тіршілігін сақтау үшін, өзіне қолайлы орта табу үшін қозғалады екен. Негізгі себептері ол бірінші жарық көзіне қарай өсуі. Яғни өсімдіктерде қандай процесс жүреді? Фотосинтез процесі жүреді. Осы фотосинтез процесі жақсы жүру үшін, жарық жақсы түсу үшін өсімдіктер жарыққа қарай өседі екен. Одан кейін екінші су мен қоректік заттарды табу. Яғни біз өсімдіктердің тамыры ылғалға қарай өсуін келтіреміз. Одан кейін үшінші зиянды факторлардан, яғни өсімдік үшін зиянды факторлардан қашу үшін өсімдіктер, яғни мысал ретінде алатын болсақ, гүлдердің қыста немесе түнгі уақытта жапырақтарын жабылып қалуын осы мысал ретінде келтіреміз. Енді бүгін тропизм, Настя, таксис, мутация және мартилер деген термин сөздермен танысамыз. Және балалар дәптеріңізге жазып алайық термин сөздерді. Тропизм, кішкене дәптеріңізге жазып алайық. Тропизм, өсімдік мүшелерінің сыртқы тітіркендіргіштің бағытына байланысты өсу арқылы иілу қозғалысы. Бұл термин сөздер кітабыңызда да бар, балалар, иә? Настя, өсімдіктердің тітіркендіргіштің бағытына тәуелсіз жүретін реакциясы. Және таксис транзитінің немесе жасушаның сыртқы тітіркендіргіштің бағытына қарай не оған қарсы бағытталған белсенді қозғалысы. Нутация өсімдік мүшелерінің ішкі себептерге байланысты тербеле айнала өсу қозғалысы. Және настилер өсімдіктерде болатын Настя типіндегі қозғалыстардың жиынтығы. Қалғанын кітапта көшіріп алсақ болады. Енді ары қарай кеттік. Біздегі келесі ол жарық. Бізде жарық өсімдіктер тіршілігіндегі ең маңызды рөл атқарады. Ол өсімдіктерге энергия көзі болып табылады. Осы жарықтың қарқындылығына байланысты өсімдіктерді жарық сүйгіш және көлеңкені ұнататын өсімдіктер деп екі топқа бөлеміз. Жарық сүйгіш өсімдіктерге қарағай, түймедақ, қант қамысы және эквалипт өсімдіктері жатады. Одан кейін екінші көлеңкені ұнататын, яғни көлеңкеге төзімді өсімдіктер. Бұған біз саумалдық, інжігүл, қартабан өсімдіктері жатқызамыз. Енді балалар, біз тақырыбымызды одан әрі зерттеу мақсатында
sizlerge men tavsirma berip жатырмын. Ya, taqdirni ko'rib turibsiz. Birinchi top sizlar o'simliklarning qo'zg'alov erishiliklari taqdirida axborotlarni qo'llanib, qo'zg'alov tipini tushuntiryapsizlar. Sizlarga qo'shimcha ChatGPT platformasini foydalanib, qo'shimcha ma'lumotlar jo'natsanizlar bo'ladi. Ikkinchi top sizlarga o'simliklarning qo'zg'alov reaksiyalari taqdirida sizlarga qiyinlarni taratib berib turaman. O'sha qiyinlarni anықтамаларды сәйкестендіресіздер. Және sizlarga qo'shimcha ретінде DeepSeek platformasini foydalanib ma'lumotlar jo'natsangizlar bo'ladi. Uchinchi top sizlarga o'simliklar teshligidagi jaraq taqdirga berilibdi. Sizlar suretsizlarni foydalanib ayirmashlik jasur sifatlasizlar. Және sizlarga Gemini platformasini qo'shimcha materiallar ishlab Gemini platformasini foydalansangiz bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib bolalar ya telefonda kirib Sonra qo'mtasini shumshasanglar, barimiz birlashib, ko'p erishimizni saqlay o'tirib, shumshasamiz. Tasavvur tutma bolalar. Qanday jaraq tegishda ko'nikdan tushuntirib berdim. Tamada davlatlar bolalar. Ya, Hangi bolalar tezletimiz vaqt var sizlerge 5 minut vaqt verildi. Qo'shimcha ma'lumotlarda axborotlarda qo'llanasiz. Balalar 2 minut vaqt kaldı.
balalar, rayımızda toplar. Bize kayıt oldu. Boz balalar bozda, şu kapalatlarımız kayıt oldu bize. Süper. Және балалар уақыт болды, тоқтатайық, түсініңіздер. Бірінші топ болдық па? Болсақ үшінші қапалаттаймыз. Бірінші топ бізде бірінші топ болды, екінші топ. Үшінші топ. Болды ма? Yani kalgan toplar. İkinci, üçüncü top. Birінші topты тыңдаймыз. Албас береміз, бірінші топ. Өсімдіктер не үшін қорғалады? Өсімдіктер өздеріне қоректік заттарын алу үшін тамырлары жердің астына қарай өсе береді. Сол үшін де өсімдіктердің көбею және дамуы ол қозғалысты жатады. Өсімдіктер өздері жапырақтар болмайды, өйткені олар жарыққа ұйытылады және жарық болса өсімдіктер жақсы дамиды және жойылып кетпейді. Өсімдіктер өз күшін ойлете алмайды, себебі олардың басқа әлемдерге қарағанда жасушаларымызды қаттырақ болып келеді. Өсімдіктерді қолға жеткізеді, олар орын ауыстыра алмайды, өсу арқылы қозғалады, баяу жүреді, белгілер көмектесіп сыртқы әсерге жауап бермейді. Өсімдіктер сыртқы әсерге қарай өседі. Тамыр, төмен, сабақ жарыққа болып және өсімдіктер енжар қозғалады. Олар бізде бидай жер арқылы жер болған кезде бидайдың дәндері жар жаққа шашылып ол көбейеді. Ол бізде енжар қозғалу деп аталады. Және өсімдік өзін қорғану үшін гүлдері таңертең ашып, түнде жабады. Дұрыс. Және оқпа, қалғандарыңыз айтпаймыз ба? Жақсы отыра қойыңыздар, жарайсыздар. Екінші топ. Sizlerge anықтамаларда жер жүзінде белгілеген анықтамаларын сәйкестендіріңіздер. Және бастай өсімдік жасушалары ұлпалары мен мүшелерінің белгілі бір тіршілікке қатысты қозғалуына байланыстыратын реакция.
Фототропизм өсімдіктің жарықтың бағытына байланысты өсу арқылы қозғалатын реакция. Настя, өсімдіктің ұшының төменгі немесе жоғарғы ұшындағы жасушаларға біркелі өспегеннен де осы жасушалар туралы қысымының бірдей болмауынан болатын құрылыс. Көптеген күн шоқтары таңертең ашылып, мысалы кешке жабылады. Таксис, қозғалуға қабілетті жеке жасушалар мен жасушаның құрылымдарының белгілі бір тітіркендіргіштің қозғалу реакциясы. Өсімдік орталығының тербеліс қозғалуына нәтижесінде белгілі бір тірекке орала өсуі ол мутация. Тітіркендіргіш формасы мұнда қозғалыстар байланысты өтіп кейін қарай анықталды. Өсімдіктердің тітіркендіргіштің формасы Нәрселерге мысал келтірейікші. Қандай мысал келтіреміз? Қандай мысал келтіреміз? Нәрселерге Жүгір қандай өсімдік екен? жүгір көлеңке сүйгіш өсімдік. Ол ылғалды жерлерде жақсы өседі. Ол көбінесе бұталардың арасында кездеседі. Жақсы. Келесі өсімдік? Бидай. Бидай бір жыл ғана өсетін өсімдік. Оның сабағы қос буында орналасады. Бидай жарық сүйгіш өсімдік пе, әлде көлеңкеге жанатын өсімдік пе? Жарық сүйгіш өсімдік, жарайды. Және не айта аласыз? Жемісі дән. Жақсы. Эвкалипт дегеніміз өте тез өсетін ағаш түрі. Оның жапырақтары эфир майынан құралған. Ода эфир майы өте көп кездеседі. Және де ауаны тазартып, микробты жояды. Жарықты көп қажет ететін өсімдік. Яғни жарық сүйгіш өсімдік. Және келесі түймені ағайла қойды. Түймені жақсы өсімдік. Емдік қасиеттері бар. Және қастабан және қарағай өсімдігі жайлы кім айтады? Қастабан көмеккешілігі Қарағай. Көмеккен адамы әлде жарық сүйгіш өсімдік болады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Балалар, енді біз топтың жұмысын өзара бағалау арқылы бағалайық. Бірінші топтың жұмысын екінші топ бағалайықшы. Бірінші топ қалай айтты? Бір тілек, бір ұсыныс әдісі арқылы бірінші топқа бағалаймыз. Қалай? Бірінші топ қалай айтты? Менің ойымша екінші топ өте жақсы, және өте керемет себебі. Ұсынысыңыз бар ма? Бірінші топтың жалпы түсіндірме жұмыстары өте жақсы өтті. Енді екінші топтың жұмысын үшінші топ бағалайықшы. Екінші топ қалай айтты? Қандай тілектеріңіз, қандай ұсыныстарыңыз бар? Үшінші топ өте жақсы. Екінші топ.
Жақсы айттым. Ұсынысыңыз бар ма? Нұрай? Мен де өте жақсы айтты. ешқандай ұсынысым жоқ. Ал бірінші топтың жұмысын бірінші топ, үшінші топ бағалайықшы қалай? Үшінші топ өте жақсы түсіндірді. Және бәрімізге ол жақсы түсіндірді деп түсінемін. Ұсыныстар Енді оқушылар сіздерге келесі тапсырма жұптаса отырып, орындайтын тапсырма Вен диаграммасы Нұрдәулеттен мына жаққа кете ғой, айқын ашма. Айқын не? Нұрдәулет екеуіңе Вен диаграммасы, яғни бірінші балалар қараймыз тақтаға сіздерге түсіндіріп жіберейін, иә? Сол жақ шеңберге трапезінің 3 белгісін жазамыз. Оң жақ шеңберге настяның 3 белгісін жазамыз. Ортаңғы бөлігіне ұқсастығын жазамыз. Дискреттір 3 белгісін 3 ұқсастығын жазсаңыздар 3 балл, 2 белгісін 2 ұқсастығын жазсаңыздар 2 балл, 1 белгісін 1 ұқсастығын жазсаңыздар 1 балл. Тастан, жаңа айтқанымыздан ешқашанда бөлінбейді. Неге бірлесе отырсыңдар, иә? Қарай. Салыстырамыз. Түсінікті ма? Тапсырма балалар. Бірлесе отырып, жұбымызбен жұптасып орындаймыз тапсырманы. Трапезінің Настя деген белгілерін айтамыз. Екеуінде қандай белгісі бар? Қандай ұқсастықтары бар? Қадыржан? Настя да Настяның қандай белгілері бар? 3 белгісін жазамыз. 3 белгісін жазсақ, 3 балл. 2 белгісін жазсақ. Настя, өзің қалысын. Құшақта бір құшақ. Bizde karışık buldu. Karışıklar birleşik buldu.
Oldu bizde bağlar barış bol. Bak. Böyle de bak. Kim oldu bize? Bizde birinci şu. Yani yemeğin dört büyük oldu. Afirmasyon oldu. Hadi canım bak. Hadi canım ben durayım. Olsa bağlar. Deniz böyle oldu. Kim olacak? Arun Ramin. Bir gayet burada da size. Olay olsa dört büyük. Aramızda Avusturya, bir gayet Arun Ramin Avusturya. Aramızda birbirimizi bana öyle. Üç bir misin ise üç puan. İki bir misin ise iki puan. Her şeyi bir iki misin. Ben yakalan uçaklarımız var. Sizin iki günde falan. Aynen ben de böyle burayı ben kardeşlerimle birlikte geldim. Avusturya'ya. Siri, Orada üç naftı birisinde de üç ayrı naftaların kahve. Üç naftaların. Sezonlarımız var. Hiçbirisinde sandık, hiçbirisinde de şifalı, hiçbirisinde de ilk bağlı. Ayrı burada. Bu sol bağlı top başları. Bana operasyon sırası sakınaya. Devlet oldu. Mesela etmez alamayınca almasa yapmayın. Olay cevap der. Yeni çevremizin saltıran cevabı koyuyor. Bir aymen aruşan. İki saltık birimize çıkıyormuş. Hani kalamışlar gidelim. Ben bizim hatta bilgileri var ki. O sırttan tutup çıktı. Әсерден өсімдік мүшелерінің бір бағытта өсуі. Ол екі түрге бөлек жағында геотропизм. Al Nastya'da қандай белгілер бар? өсімдік мүшелерінің төменгі жұмысы жоғарғы осы жасушаларда сорғы тасымынан бірдей болмауына болатынбыз. Saçları қандай шоқласы? Қозғалыста сыртқы ортада сыртқы орта әсеріне болады. Маңғали? Onu tексеріңіздер ма? Неше белгісіздер ма? Екі белгісі Иманғали, Асия? Иә, Асия, мен бір бетін салып тұрайын. Сақсы қандай? Өсімдіктерде тәні
яғни өсімдік мүшелері сыртқы орта әсеріне қарай белгілі бір бағытта өсуі. Ол бір тікшілген жерге қарай өседі. Ол екіге бөлінеді. Фототропизм ол жарыққа қарай ұмтылады. Екіншісі геотропизм ол төменге қарай төменге немесе жоғарыға өседі. Төменге өсуі ол тағылар өсуі, ал жоғары өсуі ол сабақтың жоғарыға қарай өсуі. Мәселе, өсімдік мүшелерді сыртқы бөлінуге жауап ретінде, бірақ белгілі бір бағытқа тәуелсіз қозғалыстар. Негізгі ерекшеліктері бағытсыз қозғалыс, қидар немесе баяу болуы, өсуге емес, көрнесіне байланысты. Сондықтары, екеуі де өсімдікке тән қозғалыс түрлері, өсімдіктер бейімделуге және тіршілік етуіне көмектеседі. Және көркемдегіштер әсеріне пайда болады. Жақсы, құрамыңыздар. Бағалы парағында бағасы түсіп отырайды. Көкпаршылары, бағалы парағы 3 белгісі болса 3 балл, 2 белгісі болса 2 балл, 1 белгісі болса 1 балл. Сіздерге келесі тапсырма. Тест тапсырмалары жеке орындаймыз. Сіздерге мен сілтемен беремін. Чатқа сол сілтемен ашамыз. Аштық қоя балалар. Кіреміз. Кімде телефон жоқ? Кімде ашпайды? Менде жайды қойып сіздерге 7 тест тапсырмалары берілген. Telefonмен orada. Bana telefondan Al test tapsırmaları 7 sıra. Her cevapta 1 baldan. Test orundayım. Neticesi. Birisi testi, krok elimizde. Men, 4 bek.
Sistem қозғалыс реакциясы. Sistemдің қозғалыс реакциясы дейді. Қай вариантты? Такси дейміз дейді. Дұрыс па сізде? Қараймыз, солай қараймыз. Такси бермек па? Дұрыс па? Дұрыс болса плюс 1 балл жазамыз. Плюс 1 балл. Дұрыс оқушылар. Келесі екінші сұрақты кім оқиды? Кім оқиды? Сұрай білесің ба? Сұрай оқи ғой. Трапезм дегеніміз не? Трапезм дегенімізде жауабы қайсысын бермедіңіз? Мүсірдегі қозғалыс типі дейді. Дұрыс па? Басыңызда дұрыс па? А варианты белгіледі па? Жақсы. Плюс 1 балл қоясыздар. Үшінші сұрақ кім оқиды? Иманғали. Жарық тегіс өсімдік. Жарық тегіс өсімдік. Қай өсімдік беріледі? Қант қамысы. Қант қамысы дейді. Алдым. А варианты дұрыс па? Бәрімізден беріледі па? Жақсы. Плюс 1 балл қоямыз. Төртінші сұрақ кім оқиды? Ержан, төртінші сұрақ оқығыш. Қандайсың? Оқи ғой. Көлеңкеге төзімді өсімдік. Қай варианты беріледі? Чемпионат дұрыс па? Чемпионат па бізде? Саумалды. Ол бізде қай А варианты, я? Кім А варианты беріледі? Плюс 1 балл қоямыз. Жарайсыздар. Келесі сұрақ. Кім оқиды? Айқын оқимыз ба? Мансұр. Келесі сұрақ. Иә. Тірі ағзалардың жарық қашықтығына байланысты өсу физиологиялық үдерістердің қабілеті Қай вариантты беріледі? Ау? Хемосинтез бар бізде. Сұрақтарға қарай. Дұрыс емес. Фотопериодизм, яғни А вариантын белгілейміз. А вариантын белгілеп, плюс 1 қоямыз. Келесі сұрақ Әсия оқи ғой. 60 сұраққа келдік, иә? Өсімдік органдары типіне қозғалған денелер текке оралған суы мутация. Дұрыс. Дұрыс. Мутация плюс 1 балл. Келесі. Келесі. Кім оқиды? Жандет оқимыз ба? Кім оқиды? Настя құбылысына мысал келтіріңіз. Өсімдік өсіріп бір жолының таңертең ашық кешке жабылуы. Дұрыс па? Дұрыс. Плюс 1 балл қоямыз. Осы вариантты бермегендер. Айқын. Болды оқушылар, иә? Кімден қанша балл шықты? Бағалау параңына. Енді балалар сіздерге сабақты кері байланысты сіздерге таратпа қағаздар тараттым. Осыған білемін, бүгін білдім. Және келесі сабақта білгім келеді. Берілген соған кері байланысты жоқ, жазамыз. Бүгінгі сабақта не білдіңіз? Не білгіңіз келеді? Жазамыз. Келді ғой, иә? Айбай, баба сіздер? Білемін, бүгін білдім, және келесі сабақта білгім келеді. Иманғали болдың ба? Болды. Қане, біреу оқушы айтып жіберіңіздер. Иә? Кері байланысып қойсаңыз, балалар бір оқушы айтып жіберіңіз. Айтып Иманғали айта ғой. Иманғали. Мен өсімдік қозғалатынын білемін. Бүгін мен өсімдіктің қозғалу реакцияларын білдім. Келесі сабақта мен жануарлардың қозғалысын білгім келеді. Жақсы, рахмет. Енді балалар сіздерге үй тапсырмасы 3 түрлі өсімдіктің қозғалыс түрін анықтап, оған әрқайсысына мысал келтіріп жазамыз. Үйге тапсырма. Кері балалар,
Sabahta Жақсы. Балалар енді қораға шығып келіңіздер, заттарды сала берсін. Қораға шығып келіңіздер, иә? Қалдыра беріңіздер, өзім жинап аламын. Қораға шығып келіңіздер.